Мекке Мединеден адасып кетеді бұл бауырлар. Себебі ойлайды, Мекке Мединенің адамдары біліммен, хақиқатпен, бұрын бәріміз білеміз, 200-300 жыл бұндан бұрын Мекке Мединені кім басқарды? Ханафи мазхабтар басқарды. Осман халифаты басқарды. Кеше біз айттық, Мекке Мединеге бұлар қалай билікке келді? Сіз ойламаңыз, бұлар тура жолда болып, Ханафи мазхабтар, сіз хақиқат жолда екенсіңіз, келің билікті бізден алың, сіз исламды басқарың, сіз тура жолда екенсіңіз, біз адасып жүр екенбіз, келің билікті бізден алың деген жоқ оларға. Немесе ғұламалар отырып, пікір талас тартып, бұлар бізді жеңіп билікке келген жоқ, ойламаңыз олай. Бұлар мұсылмандарды бір шеттен өлтіріп, қырып, жойып билікке келді. Бұл bizim сөзіміз емес. Сол заманда Мұхаммад бин Абдул-Вахабтың фитнасын көрген адам, муфти Зейни Дахлан деген кісі бұл оқиғаны айтып жатыр. Меккенің муфтиі болып, имам Шафидің мазхабында жүрген муфти сол айтып жатыр біздерге. Вахабилер дейді, бірінші Нәждтен шықты дейді. Нәжд деген қаяқта? Арабияда Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр, фитнаның шығатын жері дейді. Мұхаммад бин Абдул-Вахабтың шыққан жері. Шайтанның екі мейізі шығатын жер дейді, Нәжд дейді. Олар билікке келу үшін вақатала амман минал муслимин, мұсылмандардың бір шеттен қырды дейді. Оған қызық емес, мұсылман ба, қандай ақида ма, өлтірді дейді. Олардың бір ақидасы, кім мен тура жолдамын дейді, мен мұсылманмын дейді. Жаңа вахабилер айтады. Кім менің ақидамда болмаса, ол мушрик дейді. Мұхаммад бин Абдул-Вахабтың ақидасы осы. Сіз ойламаң олар хақиқат болып, тура жолда болып билікке келді деп. Олар көптеген неше мың мұсылманды өлтіріп, билікке таласып, билікке келді олар. Сондықтан біздерге қазір Мекке Медине біздерге дәлел емес. Дәлел емес. Намаз қолмен түсудің өзінде жаңа вахабилердің муфтиі бар. Бен Баз деген кісі. Сол кісі сұрақ қояды, фатауа Ибн Баз деген фатауада қолмен түсу дұрыс па, немесе аяқмен түсу дұрыс па дегенде, соның өзі Қала шейх Абдул-Азиз бин Баз рахималлах фил мас'але тақдимату рукбатайн ала ядайн мина суджуд. Сәждеге барғанда қолмен түсу немесе аяқмен түсу қайсы дұрыс екен дейді. Ас-суал ида сажадта айюхума адаун ауалан ал-каффайн ам рукбатайн. Сізге сұрақ дейді Ибн Базға дейді. Сәждеге барғанда қайсыны, қолды ма немесе аяқты бұрын қоямыз дейді. Қараңыз. Әл-жауап әл-афдал рукбатан. Жауап абзал дизені қою дейді. Себебі сумма ядайн, содан кейін қолды қоямыз дейді. Одан суммал анф, суммал жабха, одан кейін мұрынды, одан кейін маңдайды қоямыз дейді. Хада хуа сунна дейді. Бұл сүннет дейді. Не себептен? Себебі лианна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям наха анил бурук ка бурукил баир. Пайғамбардың өзі түйенің құлағанынан қайтарды дейді. Енді түйе қалай құлайды? Фал баир ябдау би ядай. Түйе құлағанда бірінші қолын қояды. Түйе құлағанда бірінші қолын қояды. Фа анта табдау би рукбатай. Сен түйеге құсама дейді. Ол қолын қойса сен дизеңді қой дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі қайтарды. Түйенің құлағанынан қайтарды. Хадистің өзінде айтып жатыр. Фал баиру ябдау бил ядай. Түйе екі қолмен құлайды деп жатыр. Лианнаха мин риджлайк фил хадисил ахар дейді. Келесі хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жатыр дейді. Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям ида сажада вада рукбатай қабла ядай. Кімде-кім сәждеге баратын болса, дизені бұрын қойсын, одан кейін қолын қойсын деп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұны Ибн Баз, вахабилердің муфтиі айтып жатыр. Өткенде бір салафилердің біреуін айтсақ, Ибн Баз осындай фатуа берген ғой. Немесе Албани де бұлардың шейхі. Шейх Насириддин Албани. Албани айтып жатыр ғой фатуасында. Имам қандай мазхабта болса, имамға бағыну керек. Имам әмин іштен айтса айту керек. Ол Албанидің жеке иштихады ғой дейді, фатуасы ғой дейді. Субханаллах. Мен айтам, онда сенің иштихадың қандай деймін да? Сенің иштихадыңа амал жасайық деймін. Өзі сауатсыз. Қараңыз, Албанидің жеке пикрі ғой дейді ол. Жеке иштихады ғой Албанидің дейді. О, субханаллах, онда сенің иштихадың қандай деймін, саған амал жасайық деймін. Қараңыз, бұлардың мақсаты
дәлел емес бұлардың мақсаты. Бұлар келет мешітке біздерден, имамдардан, жамағаттан кемшілік іздеуге келеді, дәлел іздеуге келмейді олар. Мен қазірге дейін жыл жарым болды келгеніме, бір адам келіп менден дәлел іздеп келген адам жоқ менден. Осы мен жаңа осы сәләфиттерге кіріп кетіп едім, осылар былай деп айтады, қалай сонда деп. Немесе мен Дилмұратты тыңдаймын, Дилмұрат былай деп айтады, соның дұрысы қалай деп, сіздің дәлеліңіз қалай деп бірде-бір сұраған адам жоқ. Себебі бұлар дәлел іздеп келмейді, бұлар кемшілік іздеп келеді. Түсінеміз ба? Сондықтан бұларды өлең де болса, Абдулғаппар ұстаз айтқан, тыңдадыңыз ба уағызын? Балаң да болса, соққыл дейді, құрт дейді, балаң да болса дейді. Бұлар мен имандасу, сөйлесу қажет емес. Пайда бермейді бәрібір. Ол сені тыңдайым деп келмейді. Мақсаты өзінікін сал жіберіп, өзінікін тығу жүрекке. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته